Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 2-ші сынып математика сабағынан 77-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 2 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. 2-2-ден сана. Бірінші тапсырма. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Барлығы бізде 20 асық. Енді 2-ге бөлінетін сандар жұп сандар деп аталады. 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады. Жұп және тақ сандарды ата. Бұл жерде 2-ге бөлінбейтін сандар тақ сандар. Астындағы сандар жұп сандар. 2-ге бөлінетін үстіңгі бөлігіндегі жұп тақ сандар, астыңғы бөлігіндегі жұп сандар. Келесі тапсырма. 20-ға дейінгі жұп сандарды өсу ретімен ата. Енді 20-ға дейінгі жұп сандарды өсу ретімен ата. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20-ға дейінгі тақ сандарды ата. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Келесі есепте 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 12-ні 2-ге бөлеміз 6, 18, 18-ді 2-ге бөлеміз 9, 10-ді 2-ге бөлеміз 5, 14-ді 2-ге бөлеміз 7, 8-ді 2-ге өтеміз 16, 6-ны 2-ге бөлеміз 3. Келесі салыстыр. 2 жердегі 7 14, 7 жердегі 2 14 тең болады екеуі. 14 7-ге бөлеміз 2, 14 2-ге бөлеміз 7. Мынау тең болады. 16-ны 2-ге бөлеміз 8, 16-дан 2-ні аламыз 14. Мына жағы көп болады. 3-ті 2-ге өтеміз 6, 12-ні 2-ге бөлеміз 6 тең болады. 8 жердегі 2 16, 6-ға 6-ны қосамыз 12. Әрине мына жағы көп болады. Келесі тапсырма. Есептерді шығар. 18 бала ойнау үшін жұптасып сапқа тұрды. Неше жұп болды? Енді 18-ді 2-ге бөлеміз. 18 бөлу 2 тең 9. 9 жұп болды. Келесі аулада 14 бала ойнап жүр. Олар теңде 2 командаға бөлінді. Әр командада неше баладан болды? 14-ті бөлеміз 2-ге тең 7. Әр топта 7 баладан болды. Балалар ойнау үшін әр командаға 3 адамнан бөлінді. 2 командада барлығы неше адам болды? 3-ті көбейтеміз 2-ге тең болады 6. Әр командада 6 адамнан болды. Келесі тапсырма. Амалдың белгісіз компонентін ата есепте. 18-ді 2-ге бөлеміз 9, 16-ны 8-ге бөлеміз 2, 14-ті 7-ге бөлеміз 2. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.